бабамыздың. Киесін ұққандаймын даламыздың, жырлары шежіресі еліміздің, сырлары сағынышы санамыздың. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Оңтүстік Қазақстан гуманитар-техникалық колледжі қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Арыспаева Нафиса Фахриддиновна. Және де сол колледждің бірінші курс студенттері бүгінгі таңда Жамбыл Жабаев атамыздың 175 жылдығына арналған осы іс-шарамызды Қарабұлақ ауылындағы ауылдық кітапханада өткізуді жөн көрдік. Себебі осы жерде Жамбыл Жабаевтың тың деректерімен толық танысып, студенттердің кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттыру үшін осы кітапханаға келдік. Қазір студенттеріміз Жамбыл Жабаевтың көрмелерімен танысып, және де оның шығармаларымен танысу үстінде. Көріп тұрғандарыңыз оның шығармаларымен танысып, өмірбаян толықтай үйреніп, қазір бізге баяндап береді. Жамбыл облысында туылған. Оның әкесінің аты Жабай болды. Жамбыл Жабаев 1846 жыл туылып, 1945 жылы қайтыс болады. Жамбыл Жабаев бұл қазақ мәдениеті қосқан үлесі өте зор. Мысалға, оның айтыстары, оның күйлері, оның өлеңдері өте көп. Мысал үшін, ол 1917 жылы Николай II-нің бұйрығына қарсы зілді бұйрық деген өлең шығарды. Және ол 1941-45 жылдар аралығындағы ленинградтықтар туралы өлеңге шығарды. Көренім, мақтанышың сен едің, неба өзен секілді. Бұлағындай көремін, көпіріне қарасам, көгерген су көремін. Өркеш жор саққан шоққылайда дередім. Сақылған көк темір шомыл біріп кемер. Шам күндей жайнаған, аспанға үйлер ойлаған. Арқа тұтып алыстан айбаным деп ойлағам. Жасағам жоқ өмірде, жол сайқамын. Балалар, аманмысың шырақтарым. Майысып, көрге біткен бұрақтарым. Жүрмесем, есіп тұра алмаймын. Ішімне асып кетсе бір аптаным. Қонаққа келді міне Жамбыл атаң. Сан жылдар жүк көтерген бұқыр жотам. Қарт бабам дәуіріне мейірі қонған. Қуанып жастығына сендей ұтам. Білемін өмірлерін тұрға жайнап. Күндіз түн жастық үшін жарық сайлап. Ай жұлдыз күннің көзі жел су. Бәрі де сендердікі әлемге айғақ. Жамбыл Жабаевтың көңілге қуаныш ұялтатын өлеңдерінің бірі жаз. Жаз жайнап, жан-жануар жаннаттанған. Жадырап май айында науаттанған. Суағып, жер айналып жанарланған. Жаһанда біздің таңдай таң атпаған. Жарқылдап жабырқаусыз жайдары жан. Жұлқынып жазғы егізге жарақтанған. Шыңына шыбық шаншып гүлтілетіп, сайлы елім саяхатқа саяқтанған. Қой қоздап, түйе боздап, құлын қунап, даланың төлі ойнап аяқтанған. Бұзылмай айдың көлдің ақ қаймағы, құс шайқап балапаны қанаттаған. Белдесе кәрі Жамбыл қызыл тілін, қош көріп қазақ қырғыз мадақтаған. Бәйгеден күнде келген кәрі тарлан, бәрінде той думанын аяқтаған. Кавказға сәлем. Ақсақал Жамбыл келет жанаттанып, қиялы қияқ өрлеп қанаттанып, жазылып бүкішпелі қуаттанып, туған ел сәулетімен санаттанып, қолға алып домбырасын жаны жайрап, Сталин дәуірінде талаптанып. Махат, кәрі жасы елімнің, тұнығына білімнің, жүздірген тау бұлақтай, таңдауындай тарихтың, көзін ашып халықтың, түнде жанған шырақтай, оқытушы мұғалім, білім елге мағұлым, оқытып ел баласын, ашып көңіл санасын, оқымысты жастарды, өсірді сүйрік құрақтай. Білім бар ма ел жерімде, білім бар ма ел жерімде, октябрьден жарқырап, туғаныңша таң атпай. Төккенім жоқ терімді, жер тұлғалы күйден. Жасалған жоқ салданып, жоқтың болуға елім.
жауда қалып Ленинград жаралға жоқ күнеген жасағанмын өмірде жауып біткен жинеген саудартып сүйегін топыраққа көмген Қазақстан жерінің ұстанғандай еркелі жолды кернеп қол кетіп сендерге дем бергені неға алдың құлыңдар